Бельгияның Антверпен қаласында өтіп жатқан арнайы жазғы олимпиада ойындар қазақстандық спортшылар үшін сәтті жалғасуда. Ең үлкен олжаны ел қоржынына алматылық жүзгіш Роман Скорлупин салды. Оның әріптесі Қуаныш Ноғайбаев мәре сызығына 5-ші болып жетті. Елдер арасында суда жүзуде өткен бәсекеде қола жүлдені Гузаль Гибадуллина жеңіп алған еді. Онымен бірге сынға түскен Айжан Қалибекова 4-ші келді. Алда олимпиаданың әлі бірнеше күні бар. Әзірге қоржынымызда 1 алтын, 1 қола және топтық сайыста жеңіп алған 1 күміс медаль бар. О баста Қазақстан үшін алтын алуым керек деген жоспарым болды. Міне сол нәтиже бар. Жарыс тапсырмасын 125%-ға орындап шықтым. Мы довольны результатами. Спортшыларымыздың көрсеткіштеріне әрине біздің көңіліміз солып жатыр. Суда жүзушілеріміздің барлығы да өз уақытында жақсы нәтиже көрсетті. Дегенмен алдымызда әлі арнайы қашықтықта өтетін жарыстар бар. Сол себепті менің ойымша әлі алатын медальдарымыз бар.